Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сәбилерге арналған және ересек балаларға арналған Detrimax Baby препараты туралы пайдалы және қызықты ақпаратпен бөлісемін. Detrimax Baby тамшылары бұл күн сәулесінің астында адамның терісінде түзілетін жалғыз дәрумен. Сонымен қатар ол адам организміне жануар тектес тағаммен түседі. Холекальциферол өмірлік маңызды майда еритін дәрумен. Адам организмінің барлық ағзалары мен жүйелерінің қызметін қамтамасыз ету үшін маңызды. Д дәрумені сүйек бұлшықет жүйесін және тістерді нығайтуға, сау иммундық қызметті қолдауға, жүгу жүйесінің қалыпты қызметін қолдауға, репродуктивті қызметті және май салмағын азайтуға көмектеседі. Балалар үшін сүйек бұлшықет жүйесінде фосфор, кальций алмасуын реттеуде қатысады. Ішекте кальцийдің сіңуіне көмектеседі, қандағы кальций мен фосфордың қажетті деңгейін қолдайды, сүйек метаболизмін белсендіреді. Сүйектің мықтылығын қамтамасыз етуге және рахиттің, сүйектің жұмсару қаупін азайтуға ықпал етеді. Д дәрумені тісті нығайтады. Тістің қалпына келуі және эмальдің саулығы үшін өмірлік маңызды дентинді өндіреді. Д дәруменінің қалыпты деңгейін қолдау балалар үшін аса қажет, себебі балалық жас сүйектің өсуі үшін күрделі кезең. Бұлшық еттің күшін және нерв бұлшық еттің өткізгіштігін қолдауға ықпал етеді. Д дәруменінің тапшылығы бұлшық ет әлсіздігін туындатады. Осының салдарынан Д дәруменінің тапшылығына ұшыраған балалар тұрғанда немесе жүргенде қиындықты сезеді. Д дәрумені балалар үшін иммундық қызметтің саулығына белсендіруге ықпал етеді. Суық тию ауруларын даму қаупін азайтады. Жасушалардың өсуіне, дамуына және жаңаруына реттейтін әсер етеді. Организмдегі Д дәруменінің тапшылығы иммундық қорғанысты әлсіретуге апарады. Клиникалық зерттеулерде дәлелденгендей, Д дәруменін қосымша қабылдау суық тию ауруларының қаупін төмендетеді. Detrimax жүгу жүйесінің қызметіне оң әсер етеді. Психоэмоционалдық жағдай мен танымдық қасиетті қоса, көңіл-күй, есте сақтау, жұмысқа қабілет организмінің жалпы ширақтығы. Detrimax нейроқорғаныстық әрекет етеді. Оқу және есте сақтау үрдістерін жақсартады. Detrimax дәрумені балаларда демікпе дамуының алдын алады және өкпенің созылмалы обструктивті ауруын емдеуде және профилактикасында әрекет ететін құрал. Detrimax тамшысын жаңа туылған сәбилерге өмірінің 2-ші аптасынан бастап және 3 жастағы балаларға тамақтану кезінде тәулігіне, яғни күніне 1 тамшыдан қолданады. 3 жастан асқан балаларға тамақтану кезінде тәулігіне 2 тамшыдан қолдануға болады. Ал ересектерге 3 тамшыдан күніне 1 уақыт тамақтанар алдында қолданған дұрыс. Д дәрумені бұл майда еритін дәрумен. Ол тамақпен бірге тұтынылған кезде барынша сіңіріледі. Қабылдау ұзақтығы 6 ай. Detrimax Baby тамшылары балаларда туғаннан бастап Д дәрумені жетіспеушілігінің орнын толтырады және оны қалыптастыруға ықпал етеді. Detrimax'ты жүктілік кезінде қолдануға болады. Ол үшін қолдану алдында дәрігермен кеңесу қажет.